Армысыздар менің YouTube оқырмандарым. Бүгін сіздерге урология, андрологияда УЗИ аппараттың қандай көмегі жайлы айтатын боламын. Оның қандай маңыздылығы бар. Олай болса, алдымызда УЗИ аппарат, стационарлы УЗИ. Қарап отырсақ, мына датчиктің көмегі арқылы көп адамдарға диагноз қоюға болады. Бұл абдоминальдік датчик. Яғни бұл датчик арқылы біз бүйректі көре аламыз. Бүйректегі тас, киста, қабын аурулар байқалатын болса, қандай да бір образование байқалатын болса, яғни түзілімдер. Осы датчиктің көмегі арқылы біз сіздің диагнозды қойып бере аламыз. Екінші датчик бұл бізде ТРУЗИ аталады. Бұл ТРУЗИ арқылы бұл урологияда ғана емес, басқа да салаларда қолдануға болады, гинекология саласында. Бұл датчиктің көмегі арқылы біз мына буық асты безіндегі қандай да бір қабынудың, болмаса кальцинаттың, тұздың, тастың, болмаса онкологияның белгілері болатын болса, осы датчиктің көмегі арқылы ректальды датчик деп аталады. Осы датчик арқылы біз сіздің диагнозды қойып беруге мүмкіндік бар. Енді тағы да датчиктер бар. Бұл датчиктің біреуі бұл мошонка, яғни жұмсақ тіндердің бойын қарауға мына мошонка, яғни жұмыртқаның тұсын осы датчиктің көмегімен көре аламыз. Яғни бұл линейный датчик арқылы осы біз жұмыртқаның бойында су бар ма, варикоцеле бар ма, гидроцеле бар ма, архит эпидемид аурулар болып жатыр ма, киста бар ма, осы датчиктің көмегімен диагноз қоюға болады. Ал енді, құрметті достар, егер де басқа мамандықтар бойынша түсіретін болса, мына датчик бұл сердечный датчик. УЗИдің, яғни жүректің клапандарының қандай давлениеде соғып тұрғанын, жүректің қызметін осы датчик арқылы біз көре аламыз. Неге УЗИ маңызды? Тоқталып кетсек, өйткені көп жағдайларда біз көзбен көрінбейтін кейбір патологияларды осы УЗИ аппараттың көмегі арқылы біз көре аламыз. Өйткені біз урология, андрология саласы бойынша тексеріп жүргізген кезде біздің зертханалық әдістер, лаборатория, яғни тексеру әдістері, гормон әдістерді, қаннан, зәрден тексеріп отырып, сонымен қатар біз УЗИға сүйенеміз. Өйткені осы құрылғылардың көмегімен, жаңа технологиялардың көмегімен біз адамның диагнозын қоюға мүмкіндік аламыз. Өйткені адамға дұрыс диагноз қойылатын болса, ол пациенттің емі де дұрыс болады. Соған байланысты әрқашанда қандай да бір патология бар жоқтығын біз осы аппараттың көмегіне сүйенеміз. Мысалы, біздің практикамызда болды, қуығында онкология белгілері бар, пациент келеді, тексеру барысында қуығындағы онкологияны осы аппарат арқылы көмегімен таба алдық. Ары қарай терең әдістер әрине бұл томография, жаңағы МРТ сияқты тексеру әдістерін осы аппараттан кейін жіберетін боламыз. Әрине оған дейін біз бірінші диагноз қою үшін әрине зертхана, сосын жаңағы ультрадыбыстық зерттеуге сүйенеміз. Көп жағдайларда менің практикамда кездескен жағдай, бір пациентті 3 жыл бұрын операцияда стенті алынбаған, ол стентті жаңағы өзі алуға бармаған, ұмытып кеткен, бірақ зәрге шыққан кезде қанайды деп келді. Қан зәрі тексеріп болғаннан кейін қанайды деп, неге қанап жатыр, анықтайық, тексеруге жіберетін болған, ол жігіт жаңағы тексермей-ақ дәрі жазып бере салшы, үйде салшы деп жатыр. Өйткені ол болмайды, көп жағдайда біз кейбір ауруларды жіберіп алуымыз мүмкін. Осы УЗИдің көмегімен ол пациенттің жаңағы бүйрекпен қуығына қойылған стентті анықтап таптық, яғни бөгде затты анықтап таптық. Сонымен қатар басқа да бүйректегі тастың болуы, кистаның болуы, қандай размерде болуы осы аппараттың көмегіне сүйендік. Соған байланысты ультрадыбыстық зерттеуден қашудың қажеті жоқ, өйткені ол сіздің диагнозды нақтылап қойып беруге көмегін тигізеді. Қандай дәрігер алатын болсаңыз, барлығы осы зерттеу әдісінде УЗИді қосады. Іш қуысы болсын, жүрек болсын, бұл қуық жолы болсын, өкпе болсын, су болсын, бәрін анықтау мақсатында осы аппараттың көмегі жоғары. Соған байланысты, құрметті достар, сіздің бойыңызда қандай да патологияны анықтау мақсатында осы әдіске жүгінген жөн. Өйткені сіздің дәрігеріңіз біз болсын, басқа болсын, осы УЗИ әдістеріне сүйенеді. Өйткені көп жағдайларда осы диагноздың нақтылау мақсатында біз көзбен көріп тұрсақ та, кей жағдайда көрінбейтін жағдайларда аппаратқа сүйенеміз. Ал енді, достар, сіз қашан УЗИға түстіңіз? Соны астына жазып кетіңіз, комментария қалдырыңыз. Сіз қанша жылына, неше уақыт тексерілесіз? Өзіңізге қанша қаражат жұмсайсыз? Осы әдісті қолданып көрдіңіз бе? Түсіріп көрдіңіз бе? Анықтадыңыз ба? Астына жазып кетеміз, достар. Каналды қолдап кетіңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Видеом ұнаған болса астына өз пікіріңізді жазыңыздар. Достарды таратыңыздар. Өйткені бұл видео біреуге болмаса, біреуге пайдасын тигізуі мүмкін. Аман болайық, достар, сау болайық. Қазақтың ұрпағын көбейтетін достар, уақыт жетті. Соған байланысты біз бір-бірімізді қолдамасақ, көбеймесек, әрқашанда біз 19 миллионнан 100 миллионға жету үшін біздің демографияны көтеру. Соған байланысты ерлеріміздің денсаулығы мықты болу керек. Аман, сау болайық.